Өзінің есімін естіген әсел селк ете қалды да артқа бұрылды. Бейтаныс жігіт жанына жақындап келді де қолын созды. Қалың қалай әсел, мұнда қайда жүрсің, деді Қанат. Кешіріңіз, мен сізді танымадым, деп әсел Қанаттың созған қолын бос қайтарды. Әлгінде Наргиздің айтқаны рас екен ғой. Тіпті сен танымасаң да, қаламасаң да, осы бір сәтті жылдар бойы күттім ғой. Арасында сенсің ғой менің ғашығым, жаным, әселім. Білсең ғой, осы бір минуттарды қанша күн, қанша түн күткенімді. Өзгермеген өң бойында бір мін жоқ қой шіркін, деп Қанаттың ішкі даусы сайрап тұр. Екеуміз бір оқу орнында оққан едік, деді Қанат. Оқу орны дейсіз бе? Мен есімді жоғалтып алғанмын. Сондықтан да студенттік кезім есімде мүлдем жоқ, деді әсел. Бірақ осы бір бейтаныс жігітті бұрын соңды көргендей сезімде болды. Түсінікті. Бірақ сен еш өзгермепсің. Сол баяғы қалпыңдасың. Айтпақшы, ендеше танысып қояйық. Менің есімім Қанат, деп тағы да қолын созды. Әсел жай ғана күлімсіреп, әсел деп ол да қолын созды. Қанат әселге ұзақ қарап, нәзік қолдарын жібергісі келмеді. Әсел ыңғайсызданып, қолын тартып алды. Қанат сәл кідіріп, мен осы бөлімшеде жұмыс жасаймын. Көмек керек болса айтарсыз, деді. Ниетіңізге рахмет, сау болыңыз, деп әсел кете барды. Қанаттың жан дүниесі қаламаса да қоштасып қала берді. Жүрегі алып ұшып, өзін қоярға жер таппады. Қуаныш сезімі бойын кернеп барады. Бөлімшеге жадыраған көңіл күймен кіріп келген Қанат аяулымды байқамады. Сені күтіп отырмын, қайда кетіп қалғансың, деп аяулым Қанаттың жанынан келді. Сыртта ескі танысымды көріп қалдым. Біршама жылдан кейінгі кездесу басқаша болады екен, деді Қанат. Қанаттың бұл сөздері аяулымға жақпай қалғандай. Бірақ сыр білдірместен әңгімені әрі қарай жалғай түсті. Жарайды, асқазаным мазалап, жұмыс жасауға мұрша берер емес. Жүр, түскі ас ішіп келейік, деп қолтықтап Қанатты алға сүйрей түсті. Қызметкерлермен бірге түскі ас ішіліп жатты. Бірақ бар ойы әселде. Түскі астың үстінде әңгіме қызып жатыр. Қанат бірін естісе, бірін естпейді. Аяулым Қанаттың жайын ұғынар емес. Түскі астан кейін Қанат әселдің құжаттарын тауып тексере бастады. Бір баласы бар екенін, ажырасқанын білді. Әселдің құжаттарын енді өзі рәсімдейтін болып шешті. Кеш батты. Аяулым тойға дайындықты бастап кеткен. Қанат болса, жұмыстан кейін кеңседе қалып, әселдің құжаттарымен біраз отырды. Аяулыммен бірге той салонына баратынын да ұмытып кеткен. Аяулым қоңырау шалғанда ғана есіне түсті. Аяулымның әңгімесі тойдың қамы қызықтырар емес. Мұны аяулым да сезгендей. Қанша сұраса да сылтауратып ештеңе айтпаған Қанат көп ойланатын болған. Әсел тағы да бөлімшеге келді. Сол күні оның құжаттарын Қанат қабылдады. Екеуі жұмыс барысымен біраз сөйлесті. Қанаттың да түр әлпеті, өзін ұстауы, мінезі Әселге ұнағандай. Есіктің алдына дейін Әселді шығарып салып қоштасты. Мұны көрген аяулым бір шикілік барын сезді. Уақыт өте берді. Қанат пен Әсел жұмыс барысымен көп сөйлесетін болған. Әсел Қанаттың жанында қорғаны бар кішкентай қаншайымдай сезінетін. Достық қарым-қатынаста болған қос ғашық бір-бірін үнсіз ғана түсінгендей. Әсел де Қанатқа бауыр басып келеді. Қанаттың әбден басы қатты. Аяулымға бар шындықты жайып салғысы бар, бірақ қалай айтарын білмей, аяулымға көңіл аударуды да қойған. Аяулым артынан аңдып жүріп, Әселмен бір байланысын сезгендей. Әселдің құжаттарының көшірмесін алып, Қанаттың үстелінің үстіне лақтырып жіберді де, «Иә, Қанат мырза, бар көңіліңіз осы құжаттарда екен. Себебін білуге бола ма?» деп көздері жасаурап сұрақтың астын алды. «Тоқташы аяулым, мен бәрін қазір түсіндіремін. Тек ашуланбашы», деп Қанат тыныштандырып әлек. Осыдан деп барлығын қалай болғанын жеткізді. Сөз соңында аяулым, маған деген сезімің болмағаныма сонда? Онда неге үміт бердің? Үйленеміз дегенің қайда? Жоқ, мен өзімді барша жұрттың алдында масқаралауыңа жол бермеймін. Маған үйленесің. Айтқаным айтқан. Әйтпесе,
деп аяулым ашуға булығып, сезіміне ерік берді. Қанат аяулымның алдында өзін кінәлі сезініп, үндеместен отыра берді. Тез арада үйленеміз, әйтпесе мына қалада жүре алмай қаласың. Есіңді жи, Қанат, мен саған ойыншық емеспін, деп есікті тарс жауып шығып кетті. Қанат берген уәдесіне тұра алмаған үшін өзін жазғырып әлек. Әселден қазір айырылсам, мәңгілікке көрмей кетуім мүмкін. Аяулымға да үміт берген өзім. Енді қайтпекпін. Оның да бір амалы болуы керек қой. Жақсылап ойлану керек. Шешімі табылмай жатқан есеп қисаптай бәрі шиеленісіп кеткендей. Сол күні бөлімшедегі бір қызметкердің туылған күніне орай ұйымдастырылған кешке барлық қызметкерлер тегіс жиналды. Аяулым да Қанат та сыр білдірер емес. Қанат дастарханға отырғаннан ащы судан ұрттап, кеш соңында есін білместен масайып қалды. Аяулымға да бұл жағдай жағып барады. Бүгін құрығыма жақсылап түсетін болдың ғой. Әселіңді мәңгілікке ұмытарсың енді, деп миығынан күлді. Жолдастары Қанатты аяулымның үйіне жеткізіп тастады. Аяулым бұрқыратып иіс суды сеуіп, шілтір аппақ іш көйлегін киіп, ақыры не керек барлығы аяулым ойлағандай болды. Қанаттың құшағында жатқан өзін дәл қазір бақытты сезінді. Енді менен ешқайда кете алмайсың дегендей өз-өзіне тым сенімді болды. Таң ағарып атып келеді. Қанаттың басы ауырып барады. Тамағы кеуіп, су ішкісі келді де көзін ашты. Жанында аяулым жатыр. Орнынан шошып тұрды да, мынау не? Қалайша? Аяулым, мен, сен, есімде түк жоқ. Кешірші мені, деп басын ұстай отыра кетті. Жаным, ештеңе етпес, біз бәрібір үйленеміз ғой. Мұның ерте кеші жоқ емес пе? Мен бәрібір сендікпін ғой жаным, деп аяулым Қанатты құшақтай түсті. Еңсесі түскен Қанат су ішті де қайтадан жата қалды. Таңғы асты дайындаған аяулым Қанатты оятты. Көңіл күйі болмаған Қанатқа аста батпады. Жұмысқа бірге келген Қанат пен аяулымды бәрі сөз ете бастады. Байқаймын, тойдың ауылда алыс емес сияқты ғой. Тым жарасымды жұпсыңдар, бақытты болыңдар. Қанат сияқты күйеуің болса, арманың жоқ қой, я? Жігіттің төресі ғой, деп осы жұпқа қызға қарағандар табылып жатты. Аяулымның бақыттан басы айналып, өзіне тым сенімді еді. Қанат жұмысына келген бойда Әселдің құжаттарын рәсімдейін деп жатқаны сол еді. Аяулым кіріп келді. Сен бұл құжаттарды рәсімдемейсің, басқа біреуге бер. Болды, ұмыт. Сенің өміріңде енді мен ғана бармын, деді аяулым. Қанаттың Әселден айырылып қаламын деген ойы оны сөйлетті. Аяулым, сен адал, тым жақсы қызсың. Бірақ менің жүрегімде саған деген орын жоқ, түсінесің бе? Барлығы үшін кешірім сұраймын. Бақытты болуға әбден лайықсың. Мен Әселмен бірге боламын деп шештім, деді. Қанат, сен не деп тұрсың? Кешегі түнше, менің өмірім саған ойыншық па? Жоқ, мені пайдаланып, тастап кетуге жол бермеймін. Үйленеміз, болды, деп аяулым одан әрі ашуланды. Аяулым, кешегі түн менің есімде жоқ. Мүмкін сен алдап тұрған шығарсың. Қайтсем де Әселден бас тартпаймын, деді де Қанат бөлімшеден шығып кетті. Әбден ашуға булыққан аяулым не істерін білмеді. Қанат ата-анасына келіп, мән-жайдың барлығын баяндады. Ата-анасы Қанатты үнсіз тыңдады. Балам-ау, аяулымды қайтпексің? Үйленемін деген уәден қайда? Ата-анасының алдында бізді ұятқа қалдырдың. Қой, махаббат үйленгеннен кейін ақ болып жатар. Менің айтарым осы. Аяулымды келін етіп аламыз, болды, деп анасы Қанатқа қарсылығын білдірді. Анашым, жүрегім оны қаламайды, түсінесіз бе? Қаламайды. Әселмен бірге боламын, деп үйден ашуланып шығып кетті Қанат. Қанат, әй Қанат, балам-ау, деп анасы артында айқайлаған күйі қала берді. Тек әкесі үндемеді. Осылайша Қанат Әселмен хабарласып, өз сезімін білдірді. Баяғы қол ұстасқан ғашықтар қайтадан табысты. Әсел өзінің баспанасының кілтін алып, жылы ұясына қоныстанды. Қанат басқа бөлімшеге жұмысын ауыстырып, телефон нөмірінде ауыстырып тастаған. Ата-анасымен хабарласуды да қойды. Аяулым, тыныш қарап жатсың ба?
Өзін жүктімін деп Әселдің жұмысына барды да Қанатпен болған жағдайдың барлығын жеткізді. Тіпті кейбір жағдайларды ушықтырып айтып берді. Әсел тағы алдандым деген оймен Қанатпен кездесуді доғарды. Қанат болса Әселге жағдайдың барлығын түсіндіремін деп әлек. Әйтеуір кездесудің реті түсті. Кездесу барысында Қанат: «Әсел, бірнеше жыл бұрын мен сені жоғалтқанмын. Тағы да жоғалтқым келмейді. Аяулымға сөз салып, үйленемін деп уәде бергенім рас. Бірақ оған деген тек сыйластықтан басқа сезім жоқ. Мен сені сүйемін. Жаныммен, бар тәніммен сені қалаймын. Сен өмірімде болмаған сәттің өзінде жүрегім сені ешкімге айырбастаған емес. Маған бір мүмкіндік берші, өтінемін. Сенсіз бәрі бос, сені бақытты етемін» деп бар сырын ақтарды. Әсел көз жасына ерік берді. Себебі жүрегінде Қанатқа деген сезім ерекше еді. Ессіз ғашық оты бойын билеп Қанаттың құшағына енгісі келгендей. Бірақ оған деген назы реніші Қанатпен бір жолата қош айтысуға итермеледі. Сонда Әсел: «Мен баланы жалғыз өсірудің қандай қиын екендігін білемін. Менің ұлым да әкесіз өсіп келеді. Қоғамда әкесіз өскен балалардың қатары көп болғанын қаламаймын. Дүниенің жарығын әлі көріп үлгермеген сәбидің еш кінәсі жоқ. Сондықтан қайтадан аяулымға қосылғаның дұрыс. Біз қанша қаласақ та жолымыз екі бөлек. Қош бол, аман бол» деп жүрегі езілердей күй кешіп, жанарынан жас тоқтамаған күйі артына қарамастан кете барды. Қанат артынан жүгіріп тоқтатқысы келгенімен онысынан ештеңе шықпады. Қанат осы сәттен бастап жұмысты да басқасын да ұмытып, ішімдікке салынып, әлсіздік, шарасыздық оның жанын жеумен күнін өткізіп жатты. Аяулым мен ата-анасы алып шаһарды қанша шарласа да оны таба алмады. Қанат қараңғы түнекте өмір сүріп жатқандай күй кешті. Әселдің де жағдайы мәз емес. Іші түтін, сырты бүтіннің қалпына енгендей. Баласын ауылдан алдырып мектепке орналастырды. Көңіл күйі жоқ екендігін жақындарына білдірткісі келмеді. Қанатты ұмыту мүмкін емес болып барады. Мәңгілік махаббатым деген адамы алдағаны жүрегіне тиген ауыр соққы болғандай. Қанат ақыры бөтелкемен дос боламын деп ауруханадан бірақ шықты. Жан сақтау бөлімінде бір айдай ес-түссіз жатты. Артынан іздеп келер ешкімде болмады. Тек бір танысы кездейсоқ көріп қалып ата-анасына хабар берді. Ата-анасы емдеуші дәрігермен сөйлесіп, Қанаттың жағдайынан хабардар болды. Бір айдан соң есін жиып палатаға ауыстырылды. Қанаттың көңіл күйі жоқ. Әңгіме де айтқысы келмейді. Біраз уақыт ауруханада емделіп, үйіне шығарылды. Үйіне келгенде аяулым хал жағдайын сұрауға келді. Қанат аяулымды көргісі келмесе де үнсіз қабылдады. Аяулым ақталып, Қанаттың асты үстіне түсіп, жағдайын жасап әлек болуда. Сонда Қанат: «Ұл мекен, қыз бекен?» деп сұрады. Аяулым сасып, не айтарын білмей абдырап қалды. «Ұл» деді деп өтірікті айта салды. Асып-сасып аузына түскен сөзі осы болды. Ішінен: «Енді қайтпекпін, ішімде бала жоқ, мынау бір басыма бәле болды ғой» деп ойы сан-саққа жүгіріп мазасызданып, өңі қашып кетті. Мұны көрген Қанат: «Не, баланың денсаулығында ақау бар ма? Өңің бұзылып кетті ғой, мазаң қашты ғой» деді. «Жоқ, бәрі жақсы, жай әшейін сен бала туралы сұрайды деп ойламаппын. Тосыннан қойған соң абдырап қалдым ғой» деді аяулым. Қанат бір шикілік барын сезді де: «Келесі УЗИ дейма, сондайға мен де барамын, баланың жағдайын көремін» деп аяулымды одан әрі шошытып жіберді. «Ол не дегенің? Денсаулығың жақсарсын, өзім-ақ барам ғой, қамқорлығыңа рахмет, әуре болма» деп майса салды. «Бірге барамыз» деді Қанат. Аяулым одан әрі не істерін білместен басын изеді. Аяулым ойлана келіп, баланың өздігінен түсіп қалды деп айтамын деп жоспарлады. Сонда ешқандай мәселе болмайды. Есесіне Қанат менің жанымда деп құйтырқы бір ойын іске асырмақ болды. Қанаттың денсаулығы жақсарғаннан кейін ата-анасы аяулымды баланы айтып сөз ете бастады. Қанат қарсыласпай, үндемей ғана тыңдайтын.
Аяулым Қанаттың үйіне жағдайын сұрауға келді. Әселді айтып, Қанаттың ашуланғанын қалады. Соңында Қанат аяулымға даусын көтеріп, ұрсып тастады. Аяулым жылап, үйден шығып кетті. Ата-анасы жылаған аяулымды көріп, аяулым қызым-ау, қайда барасың? Не болып қалды тағы да? Деп сұрады. Оны балаңыздан сұраңыз, деп кетіп қалды. Қанат ата-анасының сұрағының біріне де жауап қатпады. Аяулым сол түні ауырып, баланың түсіп қалғандығын Қанатқа хабарлама арқылы жеткізді. Қанат сол түні-ақ жанына келеді деп ойлады. Ақыры басқа елдің кесірінен баламнан айырылып қалдым. Сенің кесіріңнен. Жазығым, сені сүйгенім бе? Сені жақсы көруге құқығым жоқ па әлде? Діттеген мақсатыңа жеттің. Бала жоқ енді, деп хабарлама жазып жіберді. Қанат бір уақыт өзін кінәлі сезінді. Ертесіне аяулымның жағдайын білуге үйіне барды. Есігі ашық екен. Ауырып жатқан аяулым жоқ. Телефонмен құрбысымен сөйлесіп жатқан көрінеді. Ол енді менің уысымда, керемет жалынышты күйде хабарлама жазып жібердім. Оның жүрегі нәзік емес пе? Өзін кінәлі сезініп, өзі-ақ келеді. Мен айттым емес пе? Қайтсем де менің жанымда болады. Басында бала дегенде шошып едім. Сенің айтқаныңды жасап едім, бәрі мен ойлағандай болды. Бала да жоқ, ана Әсел де жоқ. Есесіне Қанат бар менің жанымда. Құрбым, той көйлегіңді дайындай бер, деп сықылықтап күліп, мәз-мейрам болып жатқан жерінен Қанат бөлмеге кіріп келді. Қанатты көрген аяулым көзі шарасынан шыға жаздады. Телефон тұтқасын қоя салды. Қанат шапалақтап тұрып, жарайсың аяулым. Сен мықты маман болғанымен қоса, мықты айлакер екенсің ғой. Не деген идея, креативтілік қайда жатыр десеңші. Бала дегенде неге шошығаныңды білдім. Бәсе, бір шикілік барын сезіп едім. Дәл тауыппын. Ата-анаңа өзің айтасың ба, әлде мен айтайын ба, деді. Қанат, тоқташы, тыңдашы, өтінемін. Сенен айырылғым келмейді. Сені сүйемін. Сенің жаныңда болу үшін жасадым. Кешірші мені, кешірші, өтінемін. Сенсіз маған өмір жоқ. Бір мүмкіндік берші, соңғысы, деп аяғына жалынып жылай түсті. Қазірде спектакль құрып тұрған шығарсың. Бір сөзіңе сенбеймін. Шын сүйетін адам бақыт тілейді, есіңде болсын, деп Қанат үйінен шығып кетті. Аяулым жылап қала берді. Қанат үйіне келе сала, ата-анасына болған жайттың барлығын айтып берді. Ата-анасы аяулымның жасағанына сенер емес. Мен қазір Әселге барамын. Менің ұсынысымды қабылдағанша артынан қалмаймын. Шын сүйетін адам мен бақытты болуға рұқсат бересіздер ме? Баталарыңызды алуға келдім, деп Қанат шорт кесті. Баламау, сенің бақытты болуыңа еш қарсылығымыз жоқ. Жарайды, дегенің болсын. Құда түсуге қашан барамыз, деді әкесі. Ең алдымен Әселмен сөйлесуге барамын, деді Қанат. Шоқ гүлдерін алып, Әселдің жұмыс орнына келді. Әсел Қанатпен сөйлескісі келмеді. Қанат жұмыс орнының алдында кешке дейін орындықта отырып Әселді күтті. Жұмысын аяқтаған Әсел үйіне қайтпақ болды. Қанаттың күтіп отырғанын көрді. Қанат Әсел далаға шыққанын көріп, Әсел, тоқташы, тоқташы, өтінемін, тыңдашы, деп қолынан тартты. Әсел тоқтады да, не туралы айтуға келдің? Сені сүйемін, бірақ отбасымды тастай алмаймын. Кешірші, білмей қалыппын, деуге келдің бе? Деп ашулы екенін білдіріп ақ қойды. Жоқ, Әсел, аяулымның аяғы ауыр емес екен. Ол барлығымызды алдап соққан. Мен бала туралы сұрағанымда абдырап көз бақырайып кеткеннен ақ бір шикілік барын сезген болатынмын. Қателеспеген екенмін. Ұрысты өзі бастап алып, жылап үйден кетіп қалған. Өз айтпақшы, сол күні менің дауыс көтергенімнен жағдайы нашарлап, бала түсіп қалыптымыз. Ертесіне жағдайын сұрауға барғанымда құрбысымен сөйлескенін естідім. Естігенім жақсы болыпты. Әйтпесе, әлі де соның алдауына сеніп жүрермедім. Енді бәрі бітті. Сенің жаныңда болуға рұқсат бар шығар енді, деді Қанат. Сені алдауға мәжбүрлеген, саған деген махаббаты шығар. Саған ессіз ғашық екені көрініп ақ тұр, деді Әсел. Аяулымның сезімі емес, маған сенің сезімің маңызды. Сөздеріңе қарағанда, сенің жауабың иә болғаны ма, деп Әселдің көздеріне қарады. Әсел жай ғана күлімсіреп, басын изеді.
Қанат әселді қатты қысып құшақтап тұрды да, мен сені сүйемін. Сен енді қанша қаласаң да менен кете алмайсың, деді. Қос ғашық үнсіз ғана құшақтасып тұрды. Жылы құшақ, дүрсілдеген жүрек, үнсіз ғана ұғынысқан қос ғашық. Бұдан асқан бақыт бар ма дерсің? Сол күні кешке Қанат әселді дереу үйіне келіп, ата-анасымен таныстырды. Ата-анасы әселді жылы қабақ танытып қарсы алды. Кешкі астың үстінде тіпті тойдың күні мен орны да белгіленді. Келесі күні заңды некеге тұру туралы арызда беріп қойған. Әсел болса ұялыңқырап, ата-анасына айтуға бата алмады. Бүгін ертең мен күн өте берді. Қанат әселден ауылдағы үйінің мекен жайын алып өзі барды. Әселдің ата-анасына әселге үйленгісі келетіндігін жеткізді. Бұл хабар тосынан болғандықтан олар не айтарын білмей қалды. Жөн сұрасып, Қанаттың сөзі де, өзі де көңілдерінен шыққандай. Бір-біріңді түсініп, сезімдерің болса, еш қарсылығымыз жоқ. Бастысы қызымның бақытты болғаны. Қызым неге өзі келмеген? Әлде сырттай көріп, ғашық болып жүрсің бе? Деді әкесі. Жоқ, ол не дегеніңіз? Қазір деп телефонын алып дереу Әселге хабарласты. Әселмен сөйлесіп жатып, ата-анасын көрсетті. Әсел аң-таң. Қалайша, қайдан жүрсің? Неге бардың? Неге маған айтпадың? Ұят болды-ау. Әкешім, анашым деп Әсел ыңғайсызданып қалды. Саған қарасам асықпайтын көрінесің. Ата-анаңнан рұқсатты өзім сұрауға келдім, деп Қанат күлді. Айналайын қызым, бақытыңды кезіктірген екенсің. Ұстасқан қолдарың мәңгілікке жазылмасын деп әкесі ақ батасын берді. Әумин деп Қанат пен Әсел қуанып жатты. Ендігі мәселе тәтті шай. Оны Әселмен ақылдасып айта жатарсыздар. Ал мен енді жолға шығайын деп Қанат Әселдің ата-анасымен қоштасып жолға шықты. Осылайша екі жақ танысып білісіп той күнінде белгіледі. Екі жастың бақытына арналған той кеші де басталды. Қанат пен Әселдің қуанышына жиналған қонақтар тойханаға лық толды. Ақ тілектері ақтарылып, жастарға бақыт тілеп жатты. Қанат Әселге ақ көйлек киіп, неке жүзігін тағып, менің жарым болғаныңды қанша елестетіп, армандағанымды білсең ғой. Мен әлемдегі ең бақытты адаммын. Сені қайтадан кезіктіріп, өмір жолында бірге болуды бұйырған үшін Құдайға шүкір. Сен әлемдегі ең сұлу қалыңдықсың жаным деп, ішіне сыймай жатқан сезімдерін құлағына сыбырлап жеткізді. Әсел күлімсіреп, өз айтпаса да мөлдіреген көздері мен де дегенді ұқтырып тұрғандай. Екі жастың бір-біріне деген ынтық сезімі, махаббаты олардың көзқарасынан көрініп ақ тұрды. Нағыз қозы мен баян дерсіз. Махаббаттың оты лаулап жанған кезде оны өшіргісі келетін жандар табылатыны айдан анық. Бір қызығын білесіз бе? Мұндай оттың лапылдап жанатыны соншалықты, бірнеше жылдарды артқа тастаса да, қанша су құйсаңыз да сөнбес. Себебі екі жүректің қалауы махаббат отының мәңгілікке лаулауы. Жүректегі махаббат сезімі мәңгілікке өшпес. Бүгінде Қанат пен Әсел үбірлі-шүбірлі отбасыға айналған. Елуді еңсерген Қанат пен Әсел ұлдарын үйлендіріп, жақында немерелі болғалы жатыр. Жүректегі дүрсілдеген сезім бүгінде сыйластыққа ұласқан. Бір-бірін көздерімен ұғысатын қос ғашық, бір үйдің ақылды, дана отағасы мен отанасы. Бүгінгі күні бақытты, шаттыққа толы күндерді кешуде.